Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін бауыр тортын дайындайтын боламын. Өте дәмді болып шығады және дайындалуы да оп-оңай. Бауыр адам ағзасына өте пайдалы, сондықтан да міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысқа 1 келі бауырды еттартқыштан өткізіп аламыз. Үстіне 3 жұмыртқаны жарып саламыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. Араластырамыз. Сүт қосамыз. 4 ас қасық сұйық май салып араластырамыз. Еліктен өткізілген ұнымызды салып барлығын араластырамыз. Осындай сұйық болуы қажет. Құймақ пісіретін табамызға құйып, 2 бетін жақсылап пісіреміз. Осылай барлығын пісіріп шығамыз. Майонез бен чеснокты араластырып аламыз. Бауырдың бетіне майонез жағып шығамыз. Содан соң қуырылған сәбіз бен пиязды саламыз. Бетіне укроп себеміз, барлығын осы ретпен қайталап шығамыз. Бауыр тортым осындай әдемі, дәмді болып шықты. Егер сіздерге видеом пайдалы болса, лүпіл қойып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.